Сәлем достар, қалайсыздар? Қандай тәбетті печеньелер? Келісесіздер ма? Егер де келіссеңіздер, менің комментарияма келісемін деп жазып кетіңіздер. Егер де сіздер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, менің арнама міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Тіркелсеңіздер, мен сіздерді осындай тәбетті тамақтармен қуантып тұрамын. Кеттік. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен балды печенье жасайтын боламыз. Ол үшін біз балдың үстіне сода қосамыз да жақсылап араластырамыз. Мінекей сода қосып араластырып алдым. Енді біз оның үстіне сұйық май және де бір жұмыртқамен бір жұмыртқаның ағын саламыз. Ал екінші жұмыртқаның сарысы біздің печеньелердің үстіне жағуға керек. Бұны да жақсылап араластырамыз. Және де кішкене араластырғаннан кейін үстіне қант қосамыз. Мінекей араластырып алдық. Енді біз оның үстіне електен өткен ұнды қоса отырып қамыр илейміз. Електен өткізген маңызды, себебі електен өткізсеңіздер, сіздердің печеньеңіз пышный болып шығады. Достар, менде осындай қамыр шықты. Енді біз одан осындай тік төртбұрыш жасайтын боламыз. Мінекей, осындай төртбұрыш шықты. Енді біз оның тура ортасынан бөлеміз де. Осындай майда бөлшектерге бөлеміз. Мінекей осындай бөлшектерге бөліп алдық. Енді біз одан осындай шарик жасаймыз. Осылайша бәрін істеп шығамыз. Біз бәрін жасап, формаға салып алдық. Енді біз бұларды әсемдейміз. Осылайша бәрін істеп аламыз. Мінекей әдемілеп алдық. Енді біз оның үстіне бағанаға қалған жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Осылайша барлығына жағып аламыз. Енді біз бұны 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Сонымен достар, біздің печенье дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Осындай жұмсақ, дәмді болып шығады, ортасы осындай. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.